Барлықтарыңызға сәлем, сіздермен бірге әдеттегідей қысқа нұсқа каналы. Бүгін мен сіздерге «Парень из Фузыря» фильмі туралы айтып беретін боламын. Джимми иммунитетсіз туылады, оны 4 жасына дейін ауруханада арнайы шарда сақтайды. Содан кейін оны үйге алып келеді. Үйде оған ата-анасы тура сондай шардан бөлме жасап қойған еді. Анасы оған үнемі шардың ішінен шықса бактериялардың кесірінен өліп кететін кішкентай балалар туралы ертегілер оқып беретін. Ата-анасы оған тамақ пен киімді арнайы дезинфекцияланған труба арқылы беретін еді. Олар тіпті Джимми үйде емін-еркін қозғала алу үшін үйдің ішінде дезинфекциялық трубаларды құрып тастайды. Джиммидің тіпті өзінің гитарасы бар еді. Оның үстінен күлетін көрші балаларды санамағанда Джиммидің өмірі өте бақытты өтіп жатқан еді. Бірақ мұның барлығы оның жасөспірімдік өзгеріс шағына дейін ғана созылды. Дәл осы сәтте Джиммидің өмірінде Хлоя пайда болған еді. Хлоя ата-анасымен көрші үйге көшіп келген еді. Джимми оны алғаш рет өзінің терезесінен көреді. Басқа достарына қарағанда Хлоя шардың ішінде өмір сүретін көршісінің үстінен күлмейтін еді. Керісінше ол оған қызыға қарайтын және оған көп жақсылықтар жасайтын еді. Бір күні Хлоя Ливингстондардың үйіне келеді. Әкесі есікті ашып Хлояны кіргізеді. Әкесі басқа бөлмеге кетіп қалған кезде Хлоя Джиммидің бөлмесіне тығылып кіріп кетеді. Олар бірден жақсы сөйлесіп кетеді. Содан кейін Джимми Хлояны гитарада ойнауды үйретуге уәде береді. Олар тіпті теледидардағы бір бағдарламаны ұнататын болып шығады. Анасына Джиммидің жаңа таныстығы аса қатты ұнай қоймайды, бірақ оның қолынан ештеңе келмейтін еді. Осыдан кейін қыз Ливингстондардың үйіне жиі келетін болады. Олар Джимми екеуі көп уақыттарын бірге өткізетін еді және Джимми оған гитарада ойнауды үйретеді. Олар бір-біріне сыйлықтар сыйлап, мейрамдарды бірге қарсы алады. Бір күні түнде мас болған Хлоя Джиммидің бөлмесіне келіп, онымен бірге болғысы келеді, бірақ қыз дезинфекцияланған трубаның ішінде есінен танып қалады. Джимми қызға шынында да ғашық болып қалған еді, бірақ ол қыздың өзін жақсы көріп кетуіне шансы аз екенін білетін. Өйткені Хлояның жігіті бар еді. Оның жігітінің аты Марк, өте жағымсыз адам еді. Ол музыкант әрі бабник болатын. Ол Джиммиге Хлояның оны аяп жүргендігі үшін ғана келетінін айтады. Тура осы сөздерді Джиммиге анасы да айтатын еді. Джимми оларды бірге бітіру кешіне шығарып салады. Сол күні кешкісін Джимми олардың далада бірге тұрғанын көреді. Бірақ Джимми Хлояның Маркпен үйленбей жатып, онымен бірге болмайтынын білетін еді. Бірақ бір күні Марк Хлояға ұсыныс жасайды. Хлоя бұл туралы Джиммиге айту үшін Джиммиге келеді, бірақ Джимми оны суық қарсы алады. Хлоя оған тойдың Нигара сарқырамасында болатынын айтады. Джимми көңілсіз қыздың сыйлығын өзіне қайтарып береді. Қатты ренжіген Хлоя Джиммиге басқа бір сыйлық беріп бөлмеден шығып кетеді. Қыз кеткен соң Джимми сыйлықты ашып көрмекші болады. Джимми сыйлықтың ішін ашып қараса, ішінен қыздың жақсы көретіндігі жазылған қар шары болады. Осыдан кейін Джимми Хлоямен бірге болу үшін оның Нигара сарқырамасына барып, тойды тоқтату керек екендігін түсінеді. Осылайша ол өзінің емін-еркін қозғалып жүре алатын бір шар құрастырады және де ол шарды киіп алып, сол күні түнде жолға аттанып кетеді. Көшеге шыққан Джимми өте қатты қуанышты еді. Ол тіпті қарапайым заттарға таңырқап қарайды. Көшеге шыққан соң ол бірінші автобус бекетіне барып, автобусқа билет алмақшы болады, бірақ билетке оның ақшасы жоқ еді. Осыдан кейін ол жаяу жүруді шешеді. Бірақ оны жолда сектанттар толған автобус соғып кетеді. Сектанттар өз кінәларын жуып шаю үшін Джиммиді өздерімен бірге алып кетеді. Олар оған өздерінің діні туралы айтады, бірақ Джимми олардың айтқандарына мүлде қызықпайтын еді. Сол кезде олар Джиммиді айдаладағы шөлдің ортасына тастап кетіп қалады. Ал бұл уақытта Джиммидің ата-анасы балаларының үйден қашып кеткендігі туралы біледі және де полицияға хабарласады. Бірақ полиция бөлімшесіндегілер жасөспірім баланы 48 сағат өтпей жатып іздеуге кіріспейтіндері туралы айтады. Осыдан кейін ата-анасы өздері жолға шығады. Джимми шөл далада өте ұзақ уақыт жүреді. Бір кезде жолда ол мотоциклі бұзылып қалған бір байкерді кездестіріп қалады. Оның аты Слим еді. Джимми оның мотоциклінің дөңгелегін жөндеуге көмектеседі. Бұл баланың хикаясын естіген ол оны Нигараға дейін алып барып тастауға келіседі. Ал бұл уақытта автобустағы сектанттар өздерінің ұйымына келген еді. Олар басшыларын өте мұқият тыңдап тұрады. Сол кезде басшылары жақын арада бір шарға оралған адам келетінін және оны шардан босатпасақ, бізге өте қауіпті қараңғы түндер төніп тұр деп айтады. Сол кезде әлгі сектанттар ол шардағы адамның олар автобуспен қағып кеткен Джимми екенін түсінеді және олар Джиммиді арқаға қайтару үшін жолға шығады. Джимми мен Слим
Лас-Вегасқа келеді. Олар бір барға келіп, ол жерде казино ойнайды және көңіл көтереді. Бір кезде Джимми бұл жерде өз уақытын босқа құртып жатқанын түсінеді және Слим басқа жаққа кетіп қалған кезде ол жерден қашып шығады. Жолда Джимми ата-анасымен соқтығысып қалады. Ата-анасы оны машинасымен қағып кетеді. Сол сәтте Джиммидің шары ұшып, ол өтіп бара жатқан пойыздың ішіне кіріп кетеді. Ертеңіне таңда Джимми есін жияды. Ол бір топ ұсқынсыз адамдардың ортасында оянады. Олар өздерінің бастығы доктор Фриктен өте қатты қорқады екен. Сөйтсе олардың докторы ергежейлі адам болып шығады. Джимми омен біраз уақыт күрескен соң оны жеңіп тастайды. Әлгі ұсқынсыздар енді біздің бастығымыз Джимми деп ойлап оның ізінен жүре бастайды. Джимми Хлояға қарай өте қатты асығып бара жатады. Жолда ол бір кафеге кіреді. Ол жерде бір топ адам бір индусты қорлап жатыр екен. Ол индустың жағын алады. Ол өзінің иммунитетсіздігі туралы айтқан кезде адамдар мұны бір жұқпалы ауру деп ойлап қорқып ол жерден қашып кетеді. Бір кезде кафенің ішінде аяқ асты өрт шығады. Джимми және индустың шынасымен бірге жолға шығып кетеді. Джиммидің ата-анасы оның ізінен келе жатады. Олар доктор Фрикті тауып алады. Осыдан кейін Джиммидің анасы Хлояға хабарласып, оның баласы өзін қатерге тігіп, оның ізінен кеткендігі туралы айтады. Ол қызбен сөйлесіп тұрғанда ұсқынсыздар олардың машинасын мініп алып қашып кетеді. Джимми мен индус жолда келе жатып бір сиырды қағып кетеді. Сиырды қағып кеткен индус жігітке берген уәдесі туралы ұмытып кетіп, барлық назары сиырға ауып кетеді. Осыдан кейін Джимми жаяу жүріп өз жолын жалғастыруды шешеді. Джимми түн ортасында кішкентай бір қалашыққа келеді. Ол жерде бір кәрі таксисті кездестіреді. Шал оған оны $500 Ниагараға дейін алып барып қоятынын айтады. Ертеңіне таңда олар бір жерге келіп тоқтайды. Әлгі шал ұйықтап қалған еді. Джимми оны өліп қалған деп ойлайды және ол сол жердегі магазиннің ішіне кіріп Хлояға хабарласады. Бірақ трубканы Марк көтереді және де ол Хлояға енді хабарласпау керек екендігін айтады. Осыдан кейін көңіл күйі түсіп кеткен Джимми доктор Фрикке хабарласып, оны өзінің шоуына алуды сұрайды. Оның әрі қарай Хлоя үшін күресуге мүлде күші қалмаған еді. Мұның барлығын естіген анасы баласының қай жерде екенін біліп алып, әргі ергежейлі докторды жолда лақтырып тастап кетеді. Олар баласының қасына келеді. Анасы әжетханаға кетіп қалған кезде әкесі баласына бастаған ісін жолда тоқтатпауын, Хлояны іздеп табуы керек екенін айтады. Мұның барлығын естіген Джимми өзінің бойына күш-қуат алады және сол жерден анасынан қашып кетеді. Оның ізінен ата-анасынан басқа бір топ жаңа таныстарының бәрі қуа жөнеледі. Байкерлер, сектанттар және бір топ ұсқынсыз адамдар. Бір кезде Джимми бір ұшақты көріп қалады. Ол ұшақтың қанатына жабысып ұшаққа мініп алады. Ұшақтың егесі әлгі таксистің ағасы болып шығады. Ол жігітті Ниагара сарқырамасына дейін алып барып тастайтынын айтады. Ал бұл уақытта неке сарайына Хлоя кіріп келеді. Неке қию рәсімі басталайын деп жатқан еді. Джимми асығып келе жатады. Ал неке қиюшының қойған сұрағына Хлоя я деп жауап беруге асықпайды. Джимми неке сарайының есігінен кіріп келеді және Хлоя бұған өте қатты қуанышты еді. Бірақ Марк Джиммиге оның Хлояны бұл түрінде бақытты ете алмайтынын айтады. Джимми Хлояны өзінің жақсы көретіндігін дәлелдеу үшін шардың ішін ашып шардан шығады және Хлояны сүйеді. Осыдан кейін ол есінен танып қалады. Неке сарайына кіріп келген Джиммидің ата-анасы балаларының жерде жатқанын көріп қатты қорқып кетеді. Анасы оны көріп жылай бастайды. Бірақ әкесі өте сабырлы түрде анасына өзін алдамауын айтады. Осыдан кейін Джимми есін жияды. Анасы оған оның иммунитеті ауруханада кезде өз қалпына келгендігін, бірақ ата-анасы оның сыртқы әлемден және түрлі қауіпті бактериялардан қорғау үшін үнемі шардың ішінде ұстап келгендігі туралы айтады. Джимми өте сенімді түрде аяғынан тік тұрады. Ол ата-анасына ренжімейтін еді. Керісінше ол бұдан былай қалыпты өмір сүре алатынына өте қуанышты еді және ол бұдан кейін Хлоямен бірге бола алатын еді. Осыдан кейін бұл екеуі үйленеді. Тойда индустер, сектанттар, байкерлер және ұсқынсыз адамдар, тіпті Джимми ақша табу үшін күрескен жердегі көрермендер де бар еді. Осыдан кейін өте бақытты Джимми мен Хлоя жолға аттанып кетеді. Осымен фильм аяқталады. Достар, бүгінге осы. Егер сіздерге видео ұнаған болса, лайк басып, каналға тіркеліп, қоңыраушаны қосып қойып, қолдау білдіруді ұмытпаңыздар. Ал біз сіздермен келесі видеоларға дейін қоштасамыз. Сау болыңыздар.